Сәлем достар, өзім каналымнан сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін кешкі тамаққа не пісірсем екен деп ойланып отырсаңыздар, сіздерге ұйғыр ұлтының тағамы мампар дайындауға кеңес беремін. Өте оңай, үйде бар заттармен жасалынады. Мампар тамағын біз үй ішімізбен өте жақсы көреміз. Тіпті тамақты таңдап жейтін балаларыңыз болса да, бұл тамақты сөзсіз ұнататынына мен сенімдімін. Керек заттарды осы астына описанияға жазып қоямын. Негізінен барлық заттарды осылай көбіктеп турап аламыз, ал етті мұздатқыштан шығарған бойда турасаңыздар осылай әдемі болып көбіктеп туралады. Ең алдымен қазанымызды отқа қойып қыздырып алған соң май құйып, үстіне етімізді салып араластыра отырып қуырамыз. Және де сәл қуырылған соң үстіне майдалап туралған сарымсақты салып қуырамыз. Оның үстіне көбіктеп туралған пиязымызды да салып араластырып қуырамыз. Сәбізді де өздеріңіз көріп тұрғандай көбіктеп турап аламыз. Сөйтіп қазанымызға саламыз. Енді бір ас қасық томат пастасын саламыз. Оның үстіне осында мен бір шай қасық тұз салдым. Тұзды көп салып жүрмеңіздер, кейінірек дәміне қарай тағы да сала бересіздер. Картопты да көбіктеп турап аламыз. Оны да қазанға саламыз. Мен бұл жерде кішкентай картоп болғандықтан 3-еуін қостым. Сіздер егер орташа болса 2 картоп салсаңыздар да жеткілікті болады. Мен осында кептірілген укроп қостым, бірақтан бұл міндетті түрде емес. Сіздер қоспасаңыздар да бола береді. Жақсылап бір араластырып аламыз. Енді үстіне осындай мұздай суымызды құямыз. Сөйтіп қазанымыздың бетін жауып қайнағанша күтетін боламыз. Ал оған дейін біз осы мампар тамағымыздың қамырын дайындауға кірісеміз. Ол үшін ұнымыздың үстіне жарты қасық тұзымызды салып араластырып аламыз. Үстіне бір жұмыртқаны жарамыз. Және де дайындап қойған осындай мұздай суымызды құямыз. Сөйтіп қамыр біріккенше илейтін боламыз. Достар, сіздерге менің видеом ұнап жатса, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Және де сұрақтарыңыз болса, астында комментария жазыңыздар. Мен міндетті түрде оқып, сіздерге жауап беретін боламын. Қамырымыз осылай біркелкі болып біріккен соң 8-10 минутқа тындырып қоямыз. Ал мына жақта қазанымыз қайнап жатыр екен. Газдың астына жай қойып, қақпағын кішкене ашып қоямыз. Менде қамыр 10-15 минут тұрды. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Ол үшін менде осындай кішкентай оқтаумен пайдаланамын. Себебі мына қамырдың өзі өте кішкентай зуалы болады. Және де жаңағыдай еттің қамырындай етіп, жұқа етіп жаймаймыз. Мампардың қамыры ерекшелігі сонда ол сәл қалыңдау болады, яғни қалыңдығы 3 мм-дей болуы керек. Міне бізде көріп тұрғандарыңыздай осындай қалыңдықта қамыр шығу керек. Алдымен қамырымызды осылай көлденеңінен кесіп аламыз пышақпен. Сосын қамырымызды жоғарыдан төмен қарай кесеміз. Сонда бізде осындай қамырларымыз кубик тәрізді кішкене ғана төртбұрыштерге бөлінеді. Ендігі кезекте қамырымызды қайнап тұрған қазанға саламыз. Және де қазанымыздың бетін ашып, осылайша 10 минуттай қайнатамыз. Міне достар, біздің мампар тамағымыз дайын болды. Дәмі деген өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Және де осы менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін көп рахмет. Келесіде кездескенше сау болыңыздар.